Келешек мектептеріне қош келдіңіздер. Жаңалыққа жаны құмар мақсатшыл, жасампаз балалардың арманына қанат бітіретін шығармашылық орта. Еліміздегі барлық бала үшін үлкен мүмкіндіктер алаңы. Балаларға сапалы білім беруге арналған инновациялық мектептер желісі. Қала мен ауылдарда бой көтерген алғашқы заманауи қолжетімді білім ордалары. Келешек мектептері ұлттық жобасы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен дүниеге келді. Ұлттық жоба қала мен ауыл мектептері арасындағы білім сапасының алшақтығын азайтуға, барлық балаға тең бастапқы мүмкіндіктер беруге арналған. Орта білімнің сапасы табысты ұлт болудың тағы бір маңызды шарты. Әрбір оқушының білім алып, жан-жақты дамуы үшін қолайлы жағдай жасалуға тиіс. Сол үшін жайлы мектеп ұлттық жобасы қолға алынды. Келешек мектептері еліміздің өңірлеріндегі 460 мың оқушыны жаңа форматтағы білім ортасымен қамтыды. Келешек мектептерінің 40% ауылдық шалғай елді мекендерде бой көтеруде. Келешек мектептері қазақстандық білімнің жаңа сапалық деңгейі, орта білім деңгейін көтерудің стратегиялық негізі. Мұндағы STEM зертханалары, робототехника кабинеттері, интеллектум алаңдары, компьютерлік сыныптар, шеберханалар мен студиялар, хореография залдары, спорт алаңдары, теннис корттары мен жүгіру жолдары. Бұл кеңістіктер баланы білім алуға, ғылыми ізденуге, өнер мен спортқа шабыттандырады. Білім берудегі заманауи тәсілдер сыни әрі креативті ойлауда, цифрлық сауаттылықты, ізденімпаздықты, еңбекқорлық пен білуге құштарлықты қалыптастыруға бағытталған. Биылғы оқу жылында келешек мектептерінің оқушылары Қытайда өткен халықаралық робототехника чемпионатында инженерлік шеберлік, креативтілік және командалық жұмыс бойынша жоғары деңгей көрсетіп, 7 жүлде иеленді. Дүниежүзілік робот конференциясында да жеңімпаздар қатарынан көрінді. Келешек мектебінің түлегі еліміздің дамуына үлес қосатын, жан-жақты әрі үйлесімді дамыған, бәсекеге қабілетті тұлға болмақ. Осылайша келешек мектептері еліміздің адами капиталының дамуына салынған ұзақ мерзімді инвестицияға айналуда. Мен келешек мектебін жақсы көремін. Бұл ең керемет мектеп. Келешек мектептерінде ерте кәсіпке бағдарлауға басымдық беріледі. Бұл бағытта жобалық апталар, бастауыштан бастап оқушылардың түрлі мамандық иелерімен кездесулері өткізіледі. 7-ші сыныптан бастап тереңдетілген кәсіптік бағдарлау, тәлімгерлік енгізіледі. Келешек мектептерінде жалпы адамзаттық құндылықтарға сүйене отырып, тәрбие жұмысына ерекше мән беріледі. Адал азамат мәдениет аясында адал еңбекпен жалпы адамзаттық құндылықтарды құрметтейтін тұлға қалыптасады. Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында мектептерде бірыңғай дизайн код енгізілді. Мектеп ұлттық құндылықтар мен мәдени ерекшеліктерге негізделген ою-өрнектер, еліміздің табиғаты бейнеленген муралдар, тарихи тұлғалардың нақыл сөздерімен безендірілген. Келешек мектептерінде Таза Қазақстан Республикалық акциясы заң мен тәртіп қағидаты аясында балаларға экологиялық және құқықтық білім беруге басымдық берілген. Балалардың бойында ерте жастан қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды үнемді пайдалану мәдениеті қалыптастырылады. Өте ризамыз біз. Балалар ең бастысы бір ауысымда оқиды. Екіншіден, мұнда тек қана сапалы білім алудан басқа да көптеген тегін үйірмелер бар. Мысалы, спорт үйірмелері, робототехника, би, балалардың талантын дамытуға өте көп жағдай жасалынып тұр. Ұлттық жоба аясында салынған мектептерде қауіпсіздік жүйелері күшейтілген. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін де жеке санитариялық бөлмелер, кең кабинеттер, жедел саты, пандустар, арнайы белгілер, психолог, логопед және дефектолог кабинеттері қарастырылды. Келешек мектептерінің педагогтері үздіксіз білім алады. Олар үшін арнайы оқу бағдарламалары қарастырылған. Мектептердің жұмысы тиімді басқару қағидаттарына негізделген. Директорларды тағайындау кезінде білім берудегі өзгерістердің 1000 көшбасшысы жобасына басымдық беріледі. Келешек мектептері ұлттық жобасы аясында жалпы саны 217 мектеп құрылысы жоспарланды. Баланың бәрі бірдей. Ауыл баласы мен қала баласының білім алу мүмкіндігі де бірдей болу керек. Келешек мектептері жобасының негізгі мақсаты да осы. Ұлттық жоба қала мен ауыл мектептері арасындағы алшақтықты азайтып, қазақстандық білім беру деңгейін жаңа сапалық деңгейге көтеруге бағытталған стратегиялық бастама. Теңдесі жоқ ұлттық жоба. Келешек мектебінің түлектері мемлекетіміздің дамуына үлес қосатын адал, білімді, жаһандық бәсекеге қабілетті тұлға болып
қалыптасады.